Аке. Что там? Қарызға ақша керек болды, срочно бүгін. Жайша? Телефон ломбардта, соны алмасам болмайын деп тұр. Сен азақыңды әлі қоймағансың ба? Вот қойдым деп отырмын бәке осыны. Ойнай бермесе сен оны. Бізді қатын бала шаған бүгін үйді тігіп жіберетін шығарсың сен бір күн. Үй бала шаға болған сіздер тігіп тастадың ғой бәке уже. Қойдым деп отырмын осыны, болып бітті. Тігіп жібердің бе бізді? Тігіп жібердім. Мен сен тігем қазір. Бергіл, сен тігіп қойдың ба бізді? Тігіп тастадым ғой. Қатын қайта бер. Ол да тігеді сен қазір. Бәке, қабыл. Что там, брат, не алып атсайық та мұнан өзіміз сатып алып қойын. Бұл машаның жалпы историясын білесің ба? Бағлан қарады, бұл машаға бірінші пневма салыпсы, оның 650 мың теңге кеткенде. Пневма салынғаннан кейін өзіне ануаға балон салуға тура келді. 165-40-16 деген балон заказына келеді. Бағасы 400 мың теңге бар. 400 мың теңге. Бұның ішіне қанша кетті негізі әлеке? Салонда жалпы ең бірінші бүйтіп тұрған руль екен білесің ба? Бағасын жалпы интерес қоладың ба? Қатын көпірде толып тұрған жары олар. Қатын көпір бұндай руль бар екен білмейді ғой. Бағасы 150 мың теңге шығады. 150 мың? 350 мың. 350. Болды, көрдің қысын. Ол рөлден бөлек мына жерге қанша кетті примерно осы жаққа? Мына щитоктың өзі именнойда заказбен Россияда істеттім да балам. Маған 100 мың теңге кеткен ғой. 100 мың, планшет мына полный 100 мың теңге. Простой пример әшейін төбеңе қараса, төбеңде де 100 мың теңге бар. 100 мыңға мынау. Одан кейін музыка бөліміне машинада полный музыкаға 500 мың теңге кеткен ғой. 500 мың? Музыка тыңдауыңыз әшейін 500 мың теңге. 500 мың теңге да. Бұл машина сатып алған, капотын ашпаған ғой, ертеңді билет ашпайсың ғой. Жайша алтын жоқ шығар. Бұзылмайды ғой. Ой, бұзылып проблема болып қалса ше. Бұзылса не болатынын білмейсің ба не? Не болады? Эстоға апаратын не істейсің? Машинаның жағдайы осы енді. Істетіп қойдым кейінеттен. Нормально мініңдер енді. Болды. Одан кейін Алекедегі жазу тапсап, Бағлантай деп жазып қоясың да. Наклейкамен. Жақсы. Все. Наклейкаға ақша ұрдыға жыламай жаңа. Темекі бітіп қалды. Мына темекі де бітіп қалды. Баяғыда братчиклерге айтқызбай ақ білетін ғой. Шөл қысып тұрмай еще ше. Су ішмаса бір адам су. Меңіреу емес еді да олар, меңіреу емес кәм. Сразу түсінетін ғой. Оу, түсінбейсіңдер ма сендер? Қандай брачкілер бұл, братан? Қай район бұл? 13-ші район бұл. 13. Мен 11-де тұғым ғой. Братандарың да қателесіп. Ай, брачкілерім ай! Ай! Кәм балдар көбейту кестесін сұрайым. Оразалы тұршы орнынан. Екі жердегі үшін қанша? Жаттамағасың ба сен? Ойнап жүрмей соны жаттамайсың ба? Шерпак не ажаланып отырсың сен, а? Тұршы, екі жердегі үшін қанша? Айттым ғой мен сендерге көбейту кестесін жаттап келіңдер деп. Ертең керек болады сендерге. Ұйықтап жатқанда мына оятып сұраған кезде тақылдап тұрып соны айтып тұрарың керек маған көбейту кестесін. Сендер мен мазақ қылып отырсыңдар ма? Немене жыртынап отырсың? Бар қайтыңдар, ертең сұраймын соны. Сау болыңыз абай. Бағлан тұр, Бағлан тұр. Тұр. Екі жердегі үшін қанша? Екі жердегі үшін қанша? Айтшы. Тұр. Айттым ғой мен сендерге сұрайым деп. Екі жердегі үшін қанша? Немене жылап отырсың? 7. Міне азамат, брат, сенде пайды дым жоқ қой, қалай жеп қоясың? Бойдақпын ғой мен. Күштің бәрі қолда ғой. Былай да былай айырасың. Бойдақта еш жоқ деген, күш білекте емес жүректе. Бауыржан момышұлы айтады, 25-ге келіп үйленбеген жігіт халық жауы деген. Тілге жатып алған екен, Жатып алыпты. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. 10 күннен 9 тілден деген. Тіл дұрыс пайдаланыватсың ба, тамыр негізі? Мақалың бітті ма? Тілдің адам екен, дағза. Тілдің адам екен. Қақай! Қайыз, папа, алға шық береш, балдар күтіп тұрады. Немені біле о, балалардың үйі жоқ па? Түнімен қаңғырып. Ерте кеп жате, ертең азында ерте тұрасың. Бол, кеп, жатам ой отыра. Баша алмайды. Жауап қайтады? Рахмет болады. Мал жайға сұрып қойдың ба? Жайға қойдым жаңа шығарда. Балаларың кемеп бол балам? Балалар. Бай, папа. Ергелей.
балаларың ертең шақырасың, ертең келеді олар. Неге? Саған көмектеседі ғой, больницада боласың сен. Ары бері продукт тасиды. Жайшап ал больницада. Тайисың ғой, өл тайисың ғой, өл. Пашкідегі темегің бәрін сен құрып жүр екенсің ғой. Қайталамай папа. Мен емес қой алып жүрген. Кім енді алып жүрген? Мамашка ол? Мандараж болып қалдың ба? Мандараж болмашы. Бұл. Амай мен. Қақтан аласың енді? Магазин ашылды ғой жаңадан, соны ала берем бар. Сразу больницаға бара берсейсің. Көтіңді айырам қазір.